Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз тұздалған жылқы етінен сірне дайындайтын боламыз. Афганский қазанда. Оған керекті құралдар: тұздалған ет, қырыққабат, картоп, болгарский перец, сәбіз, қызанақ, сарымсақ, және жуа, және петрушка. Черный перец. Алдымен бізге малдың құйрық майы, соны салып аламыз. Енді жуамызды тураймыз. Енді маринадталған, тұздалған етімізді салып шығамыз. Бізде тұздалған ет болғасын, татымына қарай тұз, бұршын салып шығамыз. Енді қалған көкөністерді жақсылап турап салып шығамыз. Ендігі кезекте болгарский перец пен помидорымызды жарт-жарттан салып шығамыз. Морковымызды салып шығамыз. Картопымызды саламыз. Бізде картоп кішкентай болғасын, біз ортасынан тураған жоқпыз. Сарымсақ салатын боламыз. Енді екінші қабатқа қалған еттерімізді жақсылап орналастырып салып шығамыз. Қалған көкөністерді де беттеріне салып шығамыз. Бұна қарай тұзын, бұршын салып шығамыз. Сірнеміздің бетін капустамен жауып, отқа 2 сағатқа қоямыз. Сірнемізді отқа қойып, бір қайнатып, астын басып, 2 сағатқа қоятын боламыз.
2 saat болды, сірнеміз дайын болды. Енді бойындағы буын шығарамыз. Сірнеміз дайын болды. Видеомыз ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.